Армысыздар, өткен бағдарламада фосфорит кенінің қалай өндірілетінін көрдік. Бүгін біз екі зауытта осы пайдалы қазба қалай өңделетінмен танысамыз. Белгілі фантаст жазушы Айзек Азимов көмірді, мұнайды немесе темірді алмастыруға зат табылса табылатын шығар. Бірақ фосфордың орнын ешқандай зат алмастыра алмайды депті. Шынында да, оған әзірге балама табылған жоқ. Минералды тыңайтқыштардың құрамында фосфорға бай пайдалы заттар мол болғандықтан, онымен өсімдіктерді қоректендіруге бұрынғыдан да көп көңіл бөлінуде. Осы тұрғыда Қазфосфат компаниясына қарасты минералды тыңайтқыштар зауыты еліміздің экономикасына үлес қосып келе жатқан бірден бір кәсіпорын. Бүгінде жыл санап шығарылатын амофос пен трикальций фосфаттың көлемі артып келеді. 1950 жылы бірінші цех күкірт цехы соғылды. Соңынан 2 жылдан кейін суперфосфат цехы соғылды. Заводтың істеп жатқанына уже 66 жыл болып жатыр. Қазір заводта 950 адам жұмыс істейді. 66 жыл болғанмен заводқа үлкен жаңа цехтар салынды. 86 жылы минералды тыңайтқыштар амофос цехы жаңа цех салынды. 2013 жылы күкірт цехы салынды. Елбасы келіп өзі ашып кетті. Қазір тағы реконструкция жасап жатырмыз, тыңайтқыш көлемін көбейту үшін. Осыдан бірнеше жыл бұрын зауыт аясында күкірт цехы ашылды. Жалпы күкірт қышқылы минералдық тыңайтқыш өңдеуде ең қажетті құрамдардың бірі. Бұрын оны шет мемлекеттерден алдыруға мәжбүр еді. Енді отандық күкірт қышқылын пайдалана отырып, өнімнің өзіндік құны азайтылды. Бүгінгі таңда еліміздегі агроқұрылымдардың қарамағындағы егістіктерді құнарландыру үшін ғана 1 миллион тоннадан аса минералды тыңайтқыш қажет екен. Жуық арада іске қосылатын жаңа цехтың көмегімен өндіріс көлемі әлдеқайда артпақ. Сөйтіп, тұтынушылардың сұранысы толықтай қанағаттандырылмақшы. Әр адамдардың сұрауы бойынша 50 килограммдық мешокқа, вагондармен де, хоппермен де саламыз. Андай бигбектерге де саламыз. 1 тонналық, жарты тонналық, 40 килограмм, 50 килограмм. Және ауыл шаруашылықтар қазір жақсы алады анандай. Өздерінің машиналармен келіп алып кетіп жатқандар бар. Қазір біздер жылына айтқандай где-то бір суткіде 450 тонна шығарамыз амофос тыңайтқышынша. Бұлай бір айға болсақ, бір айда 12,5 мың тонна шығарамыз. Bir жылда где-то 180 мыңға шейін шығарамыз. Қазір мына соңғы осы 2016 жылдан бастап біздер бір бөлімшені жаңартып жатырық. Жаңадан 3 ленталық фильтр салып жатырық. Бұған пландап отырып, бұл іске қосылғанда жылына 500 тоннаға шейін амофос шығаруға. Жалпы минералды тыңайтқыштар ауыл шаруашылығын өркендету үшін аса қажет. Егістікке фосфор тыңайтқышын енгізу қызылша өнімділігін 40, мақтаны 23, күздік бидай 11, жүгері 20, күріш 15 және бақша дақылдарын 40%-ға арттыратыны ғылыми негізде дәлелденген. Ал бұл тізімнің тек болмашы бөлігі ғана. Қаратау кен орнынан шығатын фосфорит тек минералды тыңайтқыштар зауытында ғана емес, Жаңа Жамбыл фосфорит зауытында да өңдеуден өтеді. Жаңа Жамбыл фосфор зауыты Қазфосфаттың ең ірі филиалдарының бірі. Мұнда халық шаруашылығына аса қажетті сары фосфор, термикалық фосфор қышқылы, триполифосфат натрий, гексаметофосфат натрий және феррофосфор өндіріледі. Сары фосфор тұрмысқа қажетті заттармен қатар оқ-дәрі өндірісіне қолданылады. Термикалық фосфор қышқылы түрлі фосфор тұздарын түзуге пайдаланылады. Триполифосфат натрийдан синтетикалық жуғыз заттар жасалады. Гексаметофосфат натрий арқылы су тазаланады. Керамика жасауға және теріні өңдеуге қолданады. Кәсіпорын қондырғыларын жаңарту нәтижесінде өнім өндіру көлемін және сапасын бірнеше есе арттырған. У нас в нашей руде высокая концентрация, в частности мышьяка. Біздің кеннің құрамындағы күшараның мөлшері өте көп.
Біз осыдан 2 жыл бұрын фосфорды құрамындағы күшаласы жоғары күйінде саттық. Соған сәйкес бағасы да төмен, сатылу көлемінде аз болды. Бүгінгі таңда біз фосфор құрамынан оны бөліп алуды үйрендік. Сөйтіп, әлемдік стандарттың ең жоғары талаптары бойынша шығарамыз. Кәсіпорында жаһандық тәжірибеде алғаш рет сары фосфорды фосфорит шикізатының ұнтағынан алу технологиясы енгізілген. Сондай-ақ сары фосфорды өндіру кезінде пеште пайда болатын балқытылған өнімдерден қож бен феррофосфор алынады. Пеш жаңағы пештің ішінде жүреді, 1500-1800 градуста. Жаңағы пештің ішіндегі шлағы шлакпен кетеді. Бұл жерде айтатын болсақ, көрсетілу керек, жаңағы 1500 градус температурамен шыққан шлак, жаңағы жерде грануляция делейді бар, ол жерде сумен араластырып екеуі пульпаға айналысады да, ай жақта бункерлерге түсіп, ол жерде осложнение обезвоживается. Соны суы обезвоживается, шлак отырады да, жиналған су переливной немен ары қарай кетеді. Сол шлакты жаңағы әбден кептірілді ғой, соңын вагондар бар астымызда дүңкара. Через астындағы үңгірлер бар, сонымен түсіп, ары қарай жаңағы жібереміз. Шлагын. Оның өзі қазір сатылып жатыр. Ол шлактан жаңағы семен, шипыр шығарып жатыр. Сары фосфор негізінен электр қуаты арқылы өндіріледі. Соның салдарынан Жамбыл облысының тұтынатын электр қуатының 80% осы зауыт алады. Себебі басқа да өндіріс орындары секілді өнім алу үшін көмір жағалмайды. Технология бойынша сәйкес келмейді. Біз ай сайын 60 000 арасында агломерат шығарамыз. Біздің агломераттың основной несі бұл пештің несі есептеледі бағана. Шикізат болып есептеледі. Мынау көп тұрған орын астында 1400 градуста бағана шикізат фракция 0,10 дейді, соны балқытып, содан біз агломерат аламыз да, оны 4-5 стадиясы бар өзінің. Түсіреміз, оны сорттаймыз, оны грохты өткізіп, определенный фракция бар бізде, 6000-120 мм арасында 5 цехқа береміз. Сол біздің агломераттан фосфор шығарады. Келешекте зауытта елімізде баламасы жоқ жаңа жоба қолға алынбақ. Мұндағы пеш газынан этанол өндіру көзделуде. Ол үшін шағын электр станциясы салынады. Іске қосылған кезде сағатына этанол жағу арқылы 25 мегаватт электр қуатын өндіруге болады. Бұл жоспардағы шаруа. Ал 2010 жылдан бері зауыт чехиялық серіктестермен қосылып, ауыз толтырып айтарлықтай жобаны іске асырып, бүгінде жаңа өнім шығарып жатыр. Вот первый шаг был сделан несколько лет назад совместно с нашими покупателями, которые производят. Алғашқы қадамды бірнеше жыл бұрын жасадық. Біздің фосфорымызды сатып алып, одан өнім жасайтын еуропалық компаниямен қосылып, бірлескен кәсіпорын аштық. Онда біз тұз, яғни гексаметофосфат шығарамыз. Серіктестеріміз бізге басты қондырғыларды және технологияны берді. Қазіргі таңда гексаметофосфат цехы қарқынды түрде жұмыс істеп келеді. Біз өндірісті өз территориямызда жүргіземіз. Шикізат та біздікі. Ал біздің чех серіктестеріміз сатылым саласына жауап береді. Олардың маркетингтері жолға қойылған, тұрақты тұтынушылары да бар. Олардың талаптарын біледі. Міне, бірлесе отырып құрған өндірісіміз қазіргі таңда жобалық қуаттылығы бойынша толықтай жұмыс істеп жатыр. Который стабильно работает на своей проектной мощности. Қазфосфат жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бүгінде бәсекеге қабілетті өнім өндіре отырып, әлемдік нарықтағы ірі кәсіпорынға айналды. Таяу жылдарда кәсіпорын бірнеше инвестициялық жобаларды жүзеге асырады. Бұл жаңа жұмыс орындарының көптеп ашылуына мүмкіндік туғызбақ. Сары фосфор дәл мынадай бөлшкелермен экспортқа жіберіледі. Дайын өнімді көбінесе қолданатын Еуропа елдері және Америка құрама штаттары. Қазіргі таңда жаңа бағыт ашылды. Енді қазақстандық фосфорды Үндістан пайдаланбақ. Сіздермен бірге болған Қазыналы мекен. Бізді 24 KZ телеарнасының сайтынан және әлеуметтік желілерден таба аласыздар. Кездескенше.